Сен кімсің? Саған не керек? Ақшамы ал, бәрім, ал, мені жіберші. Қаланың ең сыйлы адамы, жыл ұстаз атанған Марлан Ермеков дәл қазір ескі зауыттың сасық жертөлесінде орындыққа шынжырланып отырып жалынып тұр. Оның аппақ халаты лайға батқан, ал көзінде өлімнің суық үрейі билеген. Оның қарсы алдында үнсіздік. Қараңғылықтан тек ауыр тыныс пен темірдің темірге тиген сықыры ғана естіледі. Бірнеше ай бұрын бұл адам зауыттың үздік жұмысшысы, қарапайым әке Бауыржан Соколов болатын. Бірақ бүгін ол адам емес. Бүгін ол Құдайда заңда ұмытқан жердегі қатал жалғыз жазалаушы. Бауыржан жайлап жарыққа шықты. Оның қолында қанға боялған кішкентай, қызыл бантик. Марлан осы бантикті көргенде дауысы ішіне түсіп кетті. Ол бәрін түсінді. Қателескенін, өзі аңдыған періштенің артында осындай қобыжық әке тұрғанын енді білді. Менің қызым музыканы жақсы көретін деді, Бауыржанның дауысы темірдей суық шығып. Сен оның соңғы әнін естігің келе ме, Марлан? Ол ән сенің жан ұшырған айғайың болады. Қалайша қарапайым жұмысшы бүкіл қаланы сескендірген аңшыға айналды. Неге милиция қылмыскерді таба алмады? Және заң орындалмаған жерде әке кегі қандай тамық орнатты? Бұл жай ғана қылмыстық оқиға емес. Бұл сүйіспеншілік пен өшпенділіктің, кек пен қасіреттің соқтығысқан шежіресі. Дайын болсаңыздар, басынан бастайық. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені бұл шындық сізді бей-жай қалдырмайды. Арнамызға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Қай қаладан сағат нешеде көргендеріңізді жазып кетіңіздер. 1982 жылдың қазаны Кеңес одағының орталық белдеуіне әдеттегіден ерте, тым қатал кейіппен келді. Күн көзі солғын тартып, аспан ақ хлорға малынған аурухананың ескі жаймасындай сұрғыл түске енген. Толассыз жауған жаңбыр апталап басылмай, құнарлы қара топырақты батпаққа айналдырды. Ол батпақ тек етігіңді ғана емес, бүкіл уақыттың тынысын өзіне тартып жұтып жатқандай еді. Теміртау іргесіндегі 300 мың тұрғыны бар, типтік өндірістік қалашық Железногорск өз ырғағымен тіршілік кешіп жатты. Таңертеңгі зауыт гудогы, кешкісін гастрономдардағы көктауыққа таласқан кезек және сағат тура 21:00-дегі время бағдарламасы. Бұл, сырттай қарағанда мызғымас, тыныш кеңестік идиллия болатын. Алайда 38 жастағы Бауыржан Соколов үшін уақыт 14 қазан күні мәңгілікке тоқтап қалды. Ол, Тяжмаш зауытының 6-шы разрядты фрезеровщигі, еңбек адамы еді. Оның кең алақандарына машина майы әбден сіңіп кеткен, мінезі де металдай берік, бірақ жаны қарапайым болатын. Бауыржан мемлекетке, азаматын қорғайтын мызғымас жартасқа сенгендей сенетін. Ол ережемен өмір сүрді. Адал жұмыс істеді, демалыс күндері отбасын ескі москвичмен саяжайға апарды, кәсіподақ жарнасын уақытылы төледі. Менің милициям, менің қорғаным деген сөз ол үшін жай ұран емес, өмірлік аксиома еді. Ол теледидардағы тергеуді білгірлер жүргізеді фильміндегідей ақылды, адал тергеушілер кез келген түйінді шешеді деп пайымдайтын. Бауыржанның бүкіл өмірінің мәні 8 жасар қызы Айзере болатын. Айзере кеш көрген, Құдайдан тілеп алған жалғыз перзенті. Оның аппақ бантиктері, лирика пианиносында ойнаған қарапайым гаммалар мен сыңғырлаған күлкісі Бауыржанның өмірлік қуаты еді. Сол бір сұрқай сейсенбі күні Айзере музыка мектебінен оралмады. Мектептен үйге дейінгі жол небәрі 15 минуттық жер болатын. Аулалар арқылы, Восход гараж кооперативінің қасынан өтіп, орны сынып қалған пионердің гипс мүсіні тұрған шағын скверден кесіп өтсе болғаны. Бауыржан бұл жолды жатқа білетін, көзін жұмыпта жүріп өте алатын. 15 минут. Адам өмірінің күл талқаны шығу үшін осы қысқа уақыт жетіп жатыр еді. Кеш батып, қаланы қараңғылық торлағанда, Бауыржанның жүрегіне алғашқы суық үрей жүгірді. Ол сыртқа атып шығып, Айзере жүретін жолмен қайта-қайта жүгіріп өтті. Көршілерден сұрады, мектепке барды, ешкім көрмеген. Жаңбыр астында қалған қала үнсіз. Тек суық тамшылар ғана бетін ұрып жатыр. Социализм жеңген елде, бақытты балалық шақ мекенінде жамандық болуы мүмкін емес деп есептелетін. Тұрғындар пәтер кілттерін есік алдындағы төсеніш астына қалдырып кете беретін, балалар түн батқанша аулада қараусыз ойнайтын. Ешкімде гараждардың тасасында ер адамдар карбюратор жөндеп, сыра ішетін бұрыштарда нағыз тамұқ жасырынып жатыр деп ойламаған еді.
Бұл бейқамдық ақымақтық емес, бұл қоғамдық келісімнің бір бөлшегі болатын. Біз коммунизм орнатамыз, ал мемлекет бізді құбыжықтардан қорғайды. Бауыржан да осы келісімге қол қойған еді. Бірақ 14 қазан күні мемлекет өз уәдесін бұзды. Айзере жоғалды. Бауыржанның ішінде бір нәрсе үзіліп кетті. Ол үйіне оралып, Айгүлдің есінен танып жатқан бейнесін көргенде, бұл түннің ешқашан атпайтынын сезді. Осы сәттен бастап қарапайым жұмысшының өмірі аяқталып, орнына шексіз қара түнек орнады. Қаланың үнсіздігі, жаңбырдың сыбдыры және күту ең ауыр азап басталды. Ол әлі білмейтін, бірақ санасының түкпірінде сезетін. Оның Айзересі енді ешқашан есіктен күлімдеп кірмейді. Ал алда оны тек қана милицияның салқындығы емес, өзі жүзеге асыруы тиіс қатал әділдік жолы күтіп тұр еді. 3 күн. 72 сағат. 4320 минут. Бауыржан үшін бұл уақыт өлшемі емес, тірідей терісін сыпырған азаптың созылмалы нүктелері. Ол осы 3 күнде көз ілмеді. Жаңбырдан су болған жұмысшы күртесі иығына қорғасындай батып, еріндері кезеріп, көздері қанталап кеткен. Қалалық милиция бөлімшесінің дәлізіндегі су орындықта отырып, ол әрбір ашылған есікке, әрбір шылдырлаған телефонға үмітпен қарайтын. Бірақ жауап біреу еді. Іздестіріп жатырмыз, Соколов. Күтіңіз. 3-ші күні таңғы сағат 5-те, қаланың шетіндегі Восход гараж кооперативінің ар жағындағы жырадан біреудің денесі табылғаны туралы хабар жетті. Бауыржан тергеушілермен бірге сол жерге барғанда дүние асты үстіне түскендей болды. Лас батпақтың арасында күзгі сорғы шөптердің үстінде кішкентай болып, бүктетіліп Айзере жатты. Оның аппақ бантигінің бірі жұлынып, лайға былғанған, ал екіншісі әлі де шашында ілініп тұр еді. Қыздың жүзінде қорқыныш қатып қалған, ашық қалған жанарлары сұрғылт аспанға қарап, әкесінен көмек сұрағандай болып көрінді. Милицияның уазигі мәйітті алып кетуге келгенде, Бауыржан үнсіз қалды. Ол жыламады. Көз жасы тірілерге арналған жұбаныш, ал ол сол сәтте қызымен бірге өліп кеткендей еді. Оның құлағында жаңбырдың дыбысы мен милиция рациясының шыжылдаған дауысы араласып, миын шағып бара жатқан бір ғана ой туды. Оны істеген мақұлық әлі де осы ауамен тыныстап, осы көшелерде жүр. Железногорск содрогнулся, бірақ бұл діріл дыбыссыз еді. Кеңестік газеттер бұл туралы бір жолда жазбады. Елде мұндай сұмдықтар болмайды деп есептелетін. Тек мәйітхананың тәжірибелі патологоанатомы ғана, Айзеренің денесін көргеннен кейін, қолы дірілдеп сыртқа шығып, қатарынан жарты қорап прима шылымын тұтатты. Ол өз тәжірибесінде мұндай жауыздықты, мұндай айуандықты көрмеген еді. Бауыржан Айзеренің бөлмесіне кірді. Онда бәрі сол қалпы. Ашық қалған нота дәптері, төсегінің үстіндегі ойыншық аюы. Айгүл көрші бөлмеде төсек тартып жатып қалды. Оның үнсіз еңіреген дауысы бүкіл үйдің қабырғасын тесіп өтетіндей ауыр еді. Бауыржан терезеге қарап тұрып, өзінің бұрынғы сенімінен ештеңе қалмағанын сезді. Ол мемлекеттің, заңның, әділдіктің қауқарсыз екенін түсінді. Оның санасында суық, ауыр кек оты тұтанды. Егер олар таппаса, мен табамын деп ант берді ол ішінен. Бұл жай ғана сөз емес, бұл жаңа өмірдің бастауы еді. Ол енді зауыттың қарапайым жұмысшысы емес, өз сотын өзі жүргізетін, жауыздықтың ізіне түскен қараңғылықтың аңшысына айналуға бекінді. Алда оны тергеушілердің бейжайлығы, қаланың лас көшелері мен қылмыскердің жымысқы күлкісі күтіп тұр еді. Бірақ Бауыржан тоқтамайтын еді. Өйткені оның артында ешқашан оралмайтын Айзеренің үнсіз аруағы тұрды. Қаралы жиыннан кейін бір ай өтті. Қарашаның ызғарлы желі Железногорск көшелерін қуып, қаланың еңсесін тіпті басып тастағандай. Бауыржан үшін бұл ай мәңгілік тозақ секілді сезілді. Ол зауыттағы жұмысына шығып жүрсе де, оның ойы тек бір нүктеге, қызының өмірін қиған мақұлыққа тіреліп тұрды. Ол күн сайын жұмыстан кейін аудандық милиция бөлімшесіне соғатын. Оның аяқ дыбысын кезекшілер алыстан танып, бастарын төмен иетін. Бұл жолы майор Оспановтың кабинетінде ауа тым ауыр еді. Кабинет іші арзан темекі мен ескі қағаздардың иісіне қолқаны атардай толып тұр. Оспанов, бет бейнесі сұрғылт тартып, ұйқысыздықтан көздері қызарып кеткен, елулерді алқымдаған адам. Ол Бауыржанның кіргенін көріп, алдындағы папканы шетке ысырып қойды. Отыр, Бауыржан, деді Оспанов дауысы қарлығып.
Жағдайыңды түсінемін, бірақ. Жаңалық бар ма? Бауыржанның дауысы темірдей суық шықты. Оның жанарындағы жалын сөнген, бірақ орнына мұздай өткір кек орнаған. Біз бәрін тексердік. Оқиға орнында ешқандай іс жоқ. Жаңбыр бәрін жуып кеткен. Сараптама тек қан тобын ғана анықтады, бірақ ол миллиондаған адамда бар. Куәгерлер де жоқ. Бұл кездейсоқ өткен біреу немесе тым сақ гастролер. Демек, ол бостандықта жүрме. Менің қызымды өлтірген адам қазір сыртта басқа құрбанын іздеп жүрме. Бауыржан орнынан түрегелді. Оның зор денесі кабинеттің тарлығын сездіргендей болды. Оспанов ауыр күрсініп, үстелдің үстіндегі графиннен су құйып ішті. Сосын Бауыржанның көзіне тік қарап, ресми қалыптан тыс адамша сөйледі. Бауыржан, маған қара. Жоғарыдан бұйрық келді. Шу шығармаңдар. Конец кода, статистиканы бұзбау керек. Бізде маньяктар жоқ, түсінесің бе? Біз бұл істі глухар ретінде архивке өткізуге мәжбүрміз. Сен жассың, әйелің де жас. Басқа бала көріңдер, өмір жалғасады. Мына істі ұмытуға тырыс. Бұл заңның қауқарсыз тұсы. Басқа бала көріңдер. Бұл сөздер Бауыржанның құлағына біреу қайнаған қорғасын құйғандай әсер етті. Ол үнсіз бұрылып, кабинеттен шығып кетті. Оспановтың артынан айтқан кешір, әке деген сөзі оның санасына жетпеді де. Сыртта қараңғы түскен. Қала оттары жылтырап, адамдар үйлеріне асығып барады. Бірақ Бауыржан үшін бұл әлем енді бөтен. Ол өзі сенген мемлекеттің, заңның оны сатқанын түсінді. Оның адал еңбегі, төлеген салығы, отанға деген сенімі бәрі бос сөз болып шықты. Ол үйіне келіп, Айзеренің бөлмесіне кірді. Сөреде тұрған қызының суретіне қарап. Мен сені сатпаймын, қызым. Олар таппаса, мен табамын. Соңғы демім қалғанша іздеймін деп іштей ант берді. Сол түні Бауыржан Соколовтың ішіндегі заңға бағынышты жұмысшы бір жола өлді. Оның орнына суыққанды, ештеңеден тайынбайтын кек алушы дүниеге келді. Ол енді тергеушінің жауабын күтпейді. Ол енді өз заңын өзі орнататын болады. Оның қолында тек ескі мотоциклінен қалған ақша мен жүрегіндегі өшпенділік қана бар еді. Майор Оспановтың кабинетінен шыққаннан кейін Бауыржанның бойындағы соңғы жылулық сөнгендей еді. Ол енді зауыттың қарапайым жұмысшысы емес, жараланған, бірақ өте қауіпті жыртқышқа айналды. Кек алу жоспары оның санасында суық металдай пісіп жетілді. Ең алдымен оған соғыс бюджеті керек болды. Бауыржан өзінің көптен бері көзінің қарашығындай сақтап, әр қыста бөлшектеп жинайтын мақтанышы ескі иш мотоциклін сатып жіберді. Кеңес заманында бұл үлкен ақша 1000 сомға жуық қаражат еді. Сол кездегі ресми органдар бермеген ақпаратты бір шөлмек араққа немесе бір уыс ақшаға кез келген жерден сатып алуға болатынын ол жақсы білетін. Үй іші де өзгерді. Әйелі Айгүл тірі аруаққа айналды, ол бөлмесінен шықпайтын. Бауыржан бұған тіпті қуанды да, өйткені Айгүлдің қонақ бөлмедегі сұмдық көріністі көргенін қаламады. Бауыржан кеңестік үйдің сәні саналатын қабырғадағы кілемді сыпырып тастап, орнына қаланың егжей-тегжейлі картасын іліп қойды. Қызыл маркермен Айзеренің соңғы жүрген жолымен денесі табылған жер белгіленді. Көк нүктелермен қаланың барлық гараждары, сыраханалар мен қараңғы бұрыштары таңбаланды. Бауыржан зауыттағы фрезеровщиктің шеберлігін қылмыскерді іздеуге салды. Дәлдік, шыдамдылық және жүйелілік. Ол қаланы квадраттарға бөліп тастады. Жауыз көктен түскен жоқ, ол осы жерде болды, ол күтті. Демек, ол бұрында осы жерлерде жүрген деп ойлады ол. Ол қаланың ең лас, ең қараңғы тұстарын аралай бастады. Ресми түрде КСРОда қаңғыбастар жоқ деп есептелгенімен, жертөлелер мен қазандықтарда өмір сүретін көлеңкелі әлем бар еді. Бауыржан сонда барды. Ол сыраханалардың ішіндегі сасық ауамен кептірілген балық иісінің арасында жүріп, үстел үстіне пшеничный арағын қойып, Айзеренің суретін көрсететін. Кімді көрдіңдер? Бейтаныс біреу болды ма? 14 қазан күні осы маңда қандай көлік жүрді? Басында оны қуып жіберетін. Мәстек, жөніңе жүр. Жүрегімізді ауыртпа, деп айғайлайтын.
Бірде оны гараждардың артында жергілікті бұзақылар ақшасы көп екен деп ойлап, аяусыз соққыға жықты. Бауыржан үйіне беті-қолы қан-жоса болып, қабырғасы сынып оралды. Бірақ ол ауырсынуды сезбеді. Тәннің жарасы жүрегіндегі өрттің жанында түкте емес еді. Оның жанарындағы мұздай суық кек тіпті сол бұзақылардың өздерін шошытқан болатын. 3-ші аптаның соңында, қаңтардың сақылдаған сары аязында, Бауыржан қала шетіндегі көкөніс базасының күзетшісі Шалмен жолықты. Шал кезінде тарих пәнінің мұғалімі болған, бірақ ішкілікке салынып, қоғамның шетіне шығып қалған зиялы адам еді. Милиция одан ештеңе сұрамаған, өйткені маскүнемнің сөзіне сотта ешкім сенбейтін. Бауыржан оның алдына тушенка, нан және арақ қойып үнсіз күтті. Шал отқа қарап ұзақ отырды да, сыбырлап сөйлей бастады. Мен сенің келетініңді білдім. Қасқырдай болып қаланы кезіп жүрсің. 14 қазан күні не көрдің? Бауыржанның дауысы темірдей сықырлады. Милицияға ештеңе айтпадым, олар мені ЛТП-ға, емдеу еңбек профилактория, тығып тастар еді. Бірақ сенің көзіңнен басқа нәрсені көріп тұрмын. Сол күні мұнда машина болды. Біздің жақтың көлігі емес. Мұндай батпаққа тек жүк көліктері ғана келетін, бірақ ол су жаңа, жарқыраған Волга еді. 24-ші модель. Түсі. Сүт қосқан кофе сияқты, сарғыш. Жаңбыр астында да жалтырап тұрды. Бауыржанның жүрегі бір сәт тоқтап қалғандай болды. КСРОда Волга жай көлік емес, ол биліктің, лауазымның, байлықтың белгісі. Қарапайым жұмысшы оған жете алмайды. Бұл дегеніміз, қылмыскер кез келген есікті аша алатын, ешкім күдіктенбейтін мәртебелі адам болуы мүмкін. Нөмірін көрдің бе? Нөмірін әдейі балшықпен жауып тастапты. Бірақ мен бір нәрсені байқадым. Артқы терезесінің ішінде ойыншық тұрды. Қызыл түсті, жүні үрпиген, мүйізі бар кішкентай қуыршақ, шайтан, чёрт. Ол маған қарап мысқылдап тұрғандай көрінді. Және төбесінде жүк салғышы, багажник, бар екен. Бауыржан көзін жұмды. Сарғыш Волга, төбесіндегі жүк салғыш және қызыл шайтан. Бұл дерек сот үшін түкке тұрмас еді, бірақ аңшы үшін бұл қанның иісін сезумен бірдей болатын. Ол орнынан тұрып, шалдың алдына 25 сомдық купюраны тастап, қараңғылыққа сіңіп кетті. Оның соңынан шалдың. Іздеме оны, Бауыржан. Оның тістері сенікінен өткір, ол сені жұтып қояды. Деген дауысы естіліп қалды. Бірақ Бауыржан естімеді. Оның құлағында тек Айзеренің соңғы шыңғырған дауысымен, алдағы кек алудың суық әуені ғана ойнап тұрды. Шалдың айтқан сөздері Бауыржанның санасында соғыс дабылындай жаңғырды. Сарғыш Волга, кофе түстес, төбесіндегі жүк салғыш және артқы терезедегі қызыл шайтан. 1982 жылы мұндай көлік жай ғана қозғалыс құралы емес, ол қол жетпес мәртебенің, партиялық иерархияның немесе ірі сауда мафиозилерінің символы. Бұл дегеніміз, қылмыскер қоғамның ең биік қабатында жасырынған құбыжық. Бауыржан енді тактикасын өзгертті. Ол зауыттан отбасылық жағдайына байланысты демалыс алды. Оның түнгі өмірі енді қаланың шеткі аймақтарында емес, облыстық атқару комитетінің, облисполком үйлері, сталиндік жобамен салынған биік төбелі элиталық пәтерлер мен мәдениет қызметкерлері тұратын жабық аулаларда өте бастады. Ақпанның аязы сүйектен өтсе де, Бауыржан таң атысымен ескі пальтосын киіп, мойын орағышын мұрнына дейін тартып алып, аулаларды кезіп жүрді. Ол өзін аула сыпырушы немесе жай ғана мақсатсыз жүрген адам ретінде көрсетуге тырысты. Оның қолында үнемі кішкентай қойын дәптер мен қарындаш болды. Ол әрбір көрген сарғыш Волганың нөмірін, иесінің сырт келбетін және көліктің ішіндегі ұсақ түйек заттарды тізіп жазды. Бір апта өтті. 2 апта. Ол 20-дан астам ұқсас көлікті тексерді. Бірі облыстық газеттің редакторынікі, екіншісі ет комбинатының директорынікі, үшіншісі тіпті милиция бастығының орынбасарынікі болып шықты. Бірақ ешбірінде сол бір қарғыс атқан қызыл шайтан жоқ еді. Үмітсіздік Бауыржанның ішін қари бастағанда, ол мәдениет сарайының артындағы тұйық көшеге тап болды. Бұл жерде қаланың зиялы қауымы, театр артистері, жазушылар мен жоғары лауазымды шенеуніктер тұратын. Күн батып, ымырт үйірілген шақ. Қар астында қалған қарағайлардың арасынан ол таныс сұлбаны көрді.
Ауланың бұрышында жаңадан сырланған темір гараждың алдында сарғыш газ 24 Волга тұрды. Көліктің төбесіндегі хромдалған жүк салғыш ай жарығымен шағылысып көзді қарып барады. Бауыржанның демі жиілеп, жүрегі кеудесін тесіп шығардай соқты. Ол ақырын жақындады. Көліктің артқы терезесіне үңілді. Онда қараңғылықтың ішінде жіпке ілулі тұрған қызыл жүнді, екі мүйізі бар кішкентай ойыншық тербеліп тұрды. Ойыншықтың моншақ көздері Бауыржанға тура қарап, «Міне, мені таптың ба?» деп келемеждеп тұрғандай сезілді. Сол сәтте гараждың есігі сықырлап ашылып, жарық түсті. Бауыржан дереу талдың тасасына жасырына қалды. Гараждан орта бойлы, үстіне қымбат дубленка киген, басына құндыз бөрік киген ер адам шықты. Оның қимылы ширақ, жүзінен биязылық пен зиялылық есіп тұрды. Ол көліктің есігін ашып, ішіне отырды да, моторды оталдырды. Машинаның жарығы түн-түнегін тіліп өткенде, Бауыржан оның бетін анық көрді. Бұл Марлан Ермеков еді. Қалалық мәдениет сарайының көркемдік жетекшісі, балаларға арналған Алтын кілт театрының негізін қалаушы. Бауыржан оны таныды. Оның суреті бір ай бұрын ғана коммунистік еңбек газетінің бірінші бетінде жылдың үздік ұстазы деген айдармен шыққан болатын. Марлан көлігінен түсіп, багажын жапқанда, оның қолындағы былғары қолғаптың қандай таза, саусақтарының қандай нәзік екенін Бауыржан байқап қалды. Бұл қолдар пианино ойнайтын, балалардың басынан сипайтын. Және Айзеренің тамағынан қылқындырған қолдар болуы мүмкін бе? Бауыржанның көзіне қан толды. Оның қолы беліндегі аңшы пышағына қарай өздігінен созылды. Ол қазір-ақ атып шығып, мына ардақты азаматтың алқымын орып жібергісі келді. Бірақ ішіндегі суық ақыл оны тоқтатты. Егер қателесең, бәрі бітеді. Егер ол болса, ол бір соққымен өлмеуі керек. Ол өзі жасаған тамұқтың дәмін татып барып өлуі тиіс. Марлан көлігіне отырып, ақырын қозғалып кетті. Бауыржан оның артынан қарап тұрып, сыбырлап қана: «Таптым. Ақыры таптым» деді. Оның даусында қуаныш емес, өлімнің суық лебі бар еді. Аңшы өз олжасын көрді. Енді тек сәтті сағатты күту ғана қалды. Бауыржан Марланның соңынан көлеңкеде ерді. Ол зауыттағы жұмысын бір жола тастады, енді оған мемлекеттің айлығы да, болашағы да керек емес еді. Оның бүкіл болмысы бір ғана мақсатқа бағынды. Марлан Ермековтің шынайы бет бейнесін ашу, және оны азаппен өлтіру. Күндіз Марлан қаланың мақтанышы болатын. Бауыржан оны алыстан бақылап жүріп, бұл адамның актерлік шеберлігіне қайран қалды. Марлан мәдениет сарайында балаларға скрипка үйретіп, олармен жылы сөйлесетін. Ол ата-аналармен кездескенде иіліп сәлем беріп, өзін тым сыпайы ұстайтын. Тіпті қалалық советтің отырыстарында жастардың тәрбиесі туралы жалынды сөздер сөйлейтін. Қандай сұмдық, деп ойлады Бауыржан, мәдениет сарайының бағанасына тасаланып тұрып. Мына адамның қолы қанға малынған деп кім айтар? Ол өз құрбандарын осы жерде, ата-аналарының көз алдында таңдайды екен ғой. Алайда Марланның өмірінде бір бөтен сағаттар болатын. Әр аптаның жұма күні ол жұмыстан ерте шығып, сарғыш Волгасымен қаланың шетіндегі ескі гараждар жиырылысына тартатын. Бұл Айзеренің денесі табылған жерден небәрі 2 шақырым жердегі орын еді. Бауыржан ол жерді жақсы білетін. Бірде кешкісін, қараңғылық қоюланғанда, Бауыржан Марланның гаражының төбесіне жасырын шығып алды. Төбедегі желдеткіш тесіктен ішке үңілгенде, оның көргені жүрегін мұздатып жіберді. Гараждың іші сыртынан қарағанда қарапайым көрінгенімен, іші идеалды таза еді. Қабырғада түрлі аспаптар, кілттер, балғалар, тістеуіктер хирургиялық дәлдікпен тізіліп тұр. Ал бұрышта ескі, бірақ жұмыс істеп тұрған бируса тоңазытқышы гуілдейді. Марлан көлігінен түсіп, пальтосын шешті де үстіне аппақ халат киді. Оның қимылдарында қандай да бір салтанаттылық бар еді. Ол тоңазытқышты ашып, ішінен кішкене қорапша шығарды. Қорапшаның ішінде балалардың ұсақ түйек заттары жатыр еді. Сынған ойыншық, сырға, түрлі түсті ленталар. Марлан бір қызыл бантикті алып иіскеді. Оның жүзінде сол сәтте пайда болған жиіркенішті рахат сезімі Бауыржанның құс-құсын келтірді. Бұл Айзеренің бантигі еді. Бауыржанның көз алдына қызының мектепке бара жатқандағы күлімдеген бейнесі келді. Сосын батпақта жатқан өлі денесі.
Бауыржанның қолындағы темір шыбық дірілдеп кетті. Ол дәл қазір төбеден секіріп түсіп, мына мақұлықты өз қолымен бөлшектеп тастағысы келді. Бірақ ол өзін ұстады. Жоқ, бұл жерде емес. Гаражда бәрі тез бітіп қалуы мүмкін. Кек суық күйінде ұсынылатын ас. Бауыржан гараждан ақырын түсіп түн қойнауына сіңіп кетті. Ол енді Марланды қалай және қай жерде ұстайтынын білетін. Ол Марланның интимдік әлемін көрді, енді оған сол әлемді оның қабіріне айналдыру ғана қалды. Үйіне оралғанда Бауыржан қабырғадағы картаға қарады. Енді ол жерде сұрақ белгілері жоқ еді. Тек бір ғана қара нүкте қалды: Марлан Ермековтің ақырғы аялдамасы. Марланның гаражындағы сұмдықты көргеннен кейін Бауыржанның бойындағы соңғы адами сезімдер қурап қалғандай болды. Енді оның тамырларында қан емес, мұздай суық кек ағып жатқандай. Ол Марланды жай ғана өлтіре салғысы келмеді. Ол мына мәдениетті жендеттің өлім алдында өз құрбандарының тартқан азабын, үрейін және шарасыздығын сезінгенін қалады. Ол үшін ең қолайлы орын қала сыртындағы, құрылысы тоқтап қалған ескі кірпіш зауыты еді. Бұл жердің айналасында жан баласы тұрмайтын, тек қасқырлар мен қаңғыбас иттер ғана кезіп жүретін. Зауыттың биік мұржасы алыстан аспанға қадалған қаралы саусақтай көрінетін. Бауыржан бірнеше күн бойы сол зауыттың астыңғы қабатындағы пеш сақталатын жертөлені дайындады. Ол жерге ешқандай дыбыс сыртқа шықпайтын, қабырғалары қалың бетоннан құйылған. Ол зауыттан ұрлап әкелген ауыр шынжырларды, фрезеровщик болғанда қолданған өткір құралдарын және бір ғана орындықты дайындап қойды. Бұл сенің сахнаң болады, Марлан, деп күбірледі Бауыржан қараңғылықта шынжырды сынап көріп. Соңғы спектакліңді осы жерде қоясың. Дайындық барысында Бауыржан өзінің бұрынғы өмірімен қоштасқандай болды. Ол әйелі Айгүлге хат жазып қалдырды. Онда: мені іздеме. Мен істеуім керек істі істеуге кеттім. Мен оралмасам, мені кешір, деп қысқа ғана қайырды. Ол өзінің бұл істен кейін түрмеге түсетінін немесе өлетінін жақсы білді, бірақ бұл оны қорқытпады. Қызы жоқ дүниеде оған бостандықтың да, өмірдің де құны көк тиын еді. Ол Марланның күнделікті кестесін жатқа біліп алған. Марлан әр сейсенбі күні кешкісін жұмыстан кеш шығып, гаражына соғатында, сонда бір сағаттай жалғыз қалатын. Бұл оның өз олжаларымен оңаша қалатын уақыты еді. Бауыржан осы сәтті пайдалануды ұйғарды. Сейсенбінің кеші. Қаланы қалың тұман басты. Көше шамдарының солғын жарығы тұман ішінде өлілердің жанарындай жылтырайды. Бауыржан қара киім киіп, қолына ауыр темір құбыр мен берік арқан алып, Марланның гаражының тасасына жасырынды. Жүрегі соғуын тоқтатқандай демі басылған. Ол енді адам емес, ол әділдіктің қатал құралы. Алыстан сарғыш Волганың моторының дыбысы естілді. Таныс жарық гараж есігіне түсті. Марлан Ермеков көліктен түсіп айналасына бейқам қарады. Оның жүзінде әдеттегідей жылымыс күлкі бар еді. Ол гараждың құлпын ашып, ішке кіре бергенде артынан қара көлеңке бас салды. Бір ғана дәл соққы, бір ғана қысқа дыбыс. Марланның денесі ессіз күйде жерге құлады. Бауыржан оның үстіне еңкейіп құлағына сыбырлады. Ойын басталды, Марлан ағай. Енді музыканы мен ойнаймын. Бауыржан оны өз көлігінің багажнигіне салып, Волганы зауытқа қарай айдай жөнелді. Түн қойнауында сарғыш көліктің артқы терезесіндегі қызыл шайтан соңғы рет тербеліп бара жатты. Ескі зауыттың жертөлесіне тән суық пен сыз сүйектен өте. Төбеден тамған судың тырсылы мен алыстан естілген егеу құйрықтардың шиқылы, осы бір өлі мекеннің жалғыз музыкасы іспеттес. Бауыржан Марланды орындыққа мықтап байлап, оның аузын шүберекпен таңып тастады. Жертөленің ортасында жалғыз ғана күңгірт шам жанып тұр. Ол Бауыржанның көлеңкесін қабырғаға зор, қорқынышты етіп түсіріп тұрды. Бауыржан бір шелек мұздай суды Марланның басынан құйып жіберді. Жендет селк етіп көзін ашты. Оның алғашқы сезімі түсінбеушілікпен аң-таңдық еді. Бірақ алдында тұрған адамның жанарындағы суық өшпенділікті көргенде, Марланның бойын жаны түршігерлік үрей биледі. Бауыржан үнсіз. Ол Марланның қарсы алдына жайғасып, оның көзіне тесіле қарады. Сосын ақырын ғана Марланның аузындағы шүберекті алып тастады. Сен кімсің? Саған не керек? Ақшама? Ал, бәрін ал.
Марланның дауысы дірілдеп, жалынышты шықты. Оның әлгіндегі ардақты ұстаз кейпінен ештеңе қалмаған еді. Мені жібер, менің таныстарым көп, саған ештеңе болмайды. Бауыржан Марланның сөзін бөлмей, қалтасынан кішкене ғана затты шығарды. Бұл гараждан табылған Айзеренің қызыл бантигі еді. Оны Марланның көз алдына келгенде, жендеттің үні өшіп, өңі қуарып кетті. Бұл кімдік екенін білесің бе, Марлан? Бауыржанның дауысы тым жай, бірақ өткір пышақтай естілді. Бұл менің қызымдікі. Айзеренікі. Ол музыканы жақсы көретін. Сен сияқты өнер адамдарын сыйлайтын. Марлан бірден ақтала бастады, оның көзінен жас ағып, беті қолы дірілдеп кетті. Жоқ. Сен қателестің. Бұл жай ғана. Мен оны тауып алдым. Мен ештеңе істеген жоқпын. Мен аурумын, маған көмек керек. Бауыржан, бауырым, түсінші. Бауыржан орнынан ақырын тұрып, үстелдің үстінде жатқан фрезалы құралды қолына алды. Ол Марланның ақталуын естігісі де келмеді. Ол зауытта металды қалай өңдесе, дәл солай Марланның жанын өңдеуге кіріспек еді. Мен саған бауыр емеспін. Мен сенің үкіміңмін, деді Бауыржан. Сен Айзеренің соңғы минуттарында не сезінгенін білесің бе? Оның қандай қорыққанын, қалай жылағанын. Енді сен соның бәрін өз тәніңмен сезінесің. Әрбір секундты, әрбір ауырсынуды. Ол Марланның қолын шынжырмен қаттырақ қысып тастады. Жертөленің іші Марланның жаны ұшырған айғайына толды, бірақ ол дыбысты ескі зауыттың қалың қабырғалары мен түннің үнсіздігі жұтып қойды. Бауыржан үшін тергеу аяқталды, енді тек сот басталды. Ол Марланның денесінен емес, оның қорқақ жанынан кек алғысы келді. Бұл ұзаққа созылатын түннің басы ғана еді. Бауыржан асықпады. Оның бүкіл өмірі осы сәт үшін тоқтағандай болатын. Жертөле іші ауыр тыныспен Марланның үзік-үзік ыңырсыған дауысына толды. Бауыржан оның қарсы алдында мүсіндей қатып үнсіз отыр. Ол асыққан жоқ. Ол металды балқыту үшін оны әуелі қыздыру керектігін білетін шебер фрезеровщиктей, Марланның ерік жігерін біртіндеп езіп жатты. Айзере жалғыз емес еді, солай ма? Бауыржанның дауысы қараңғылықтан шыққан суық желдей естілді. Марлан басын көтерді. Оның беті ісіп, көздері қанталап кеткен. Ол бұл жерден тірі шықпайтынын енді анық түсінді. Өлімнің лебін сезгенде, адамның ішіндегі ең соңғы жасырын қатпарлар ашыла бастайды. Ол кенеттен еңіреп жылап жіберді, бірақ бұл өкініштің емес, ашынған хайуанның дыбысы еді. Олар тым әдемі еді, Бауыржан, деп сыбырлады Марлан, оның жанарында жиіркенішті бір ұшқын пайда болды. Сен түсінбейсің. Мен оларды жек көрген жоқпын. Мен оларды жақсы көрдім. Олар менің театрымда періштелердей болатын. Мен олардың пәктігін мәңгілікке сақтап қалғым келді. Уақыт оларды бүлдірмес үшін. Бауыржанның саусақтары орындықтың шетін қарыстыра ұстап, ағаш сықырлап кетті. Мына мақұлық өз қылмысын махаббатпен бүркемелегісі келді. Сонда Айзереде сенің періштең болды ма? Оны батпаққа тастап кеткенде, оның пәктігі қайда қалды? Бауыржан орнынан ақырын тұрып, Марланға жақындады. Ол жылады. Марланның дауысы кенеттен суық әрі сезімсіз шықты. Ол есінен адасқан адамдай бос кеңістікке қарап қалды. Ол мені танитынын, әкесіне айтатынын айтып шыңғырды. Ол менің музыкалық әлемімді бұзды. Сондықтан мен оның дауысын өшіруге мәжбүр болдым. Ол менің тоңазытқышымдағы ең сүйікті жәдігерім еді. Оның бантигі. Оның иісі әлі күнге дейін менімен бірге. Бауыржан бұл сөздерді естігенде ішіндегі бір нәрсенің бір жола үзілгенін сезді. Осы сәтке дейін ол Марланды адам санап, одан жауап алғысы келген еді. Бірақ қазір оның алдында адам емес, іші бос, тек қара түнекке толған қауашақ қана отырғанын түсінді. Марланның санасында өкініштің ұшқыны да жоқ, ол тек өзінің бұзылған коллекциясына ғана өкініп отыр. Бауыржан үстелде жатқан, зауыттан әкелген ауыр фрезалық бұрғыны қолына алды. Бұл құрал кезінде мықты болатты тесуге арналған еді. Сенің театрың аяқталды, Марлан, деді Бауыржан. Оның даусында енді ашуда, кекте жоқ, тек мұздай суық үкім ғана қалды. Сенің періштелерің сені тосып тұр.
Бірақ олар сені жұмақта емес, тамұқтың ең терең жерінде қарсы алады. Марлан тағы да бір нәрсе айтқысы келіп аузын ашты, бірақ Бауыржан оған мүмкіндік бермеді. Жертөленің іші тағы да жаншырған дыбысқа толды. Бұл жолы Бауыржан тоқтаған жоқ. Ол Марланның әрбір саусағын, әрбір сүйегін қызының тартқан азабына теңеп отырып жазалады. Түннің ортасы ауғанда зауыт іші тып-тыныш болды. Тек Бауыржанның ауыр тынысы мен жертөледегі ескі шамның әлсіз шыжылдауы ғана естіледі. Ол өз қолына қарады, олар қанға малынған еді, бірақ ол бұл қаннан жиіркенбеді. Керісінше, осы сәтте ол Айзеренің рухына бір қадам жақындағандай сезінді. Зауыттың жертөлесіндегі уақыт тоқтап қалғандай. Марланның денесі орындыққа шөгіп, басы кеудесіне түскен. Ол әлі тірі еді, бірақ оның тәні мен жанынан сау тамтық қалмаған. Бауыржан оған қарап тұрып, ешқандай жеңілдік сезінбеді. Кек адамды емдейтін дәрі емес, ол тек іштегі өртті уақытша басатын суық жаңбыр ғана екенін ол енді түсінді. Бірақ істі аяғына дейін жеткізу керек. Бауыржан жүйелілікті сүйетін шебер. Ол зауыттың артқы жағындағы тереңдігі 10 метрлік, суға толған ескі карьерді алдын ала таңдап қойған. Бұл жер қаланың картасында жоқ, ұмытылған шұңқыр еді. Бауыржан Марланды сүйреп шығып, сарғыш Волганың артқы орындығына жатқызды. Өзі рульге отырды. Машинаның салонынан әлі де Марланның қымбат одеколоны мен Айзеренің өлімі иісі шығып тұрғандай. Бауыржан қолғап киіп, көлікті карьердің жиегіне айдап келді. Мына көлік саған тым қымбат еді, солай ма, Марлан? Бауыржан рульді қатты қысты. Сен осы темірдің ішінде отырып, өзіңді құдай сезіндің. Енді ол сенің табытың болады. Ол көліктің моторын сөндірмей бос жүріске, нейтраль қойды. Сосын багаждан ауыр металл кесектерін алып, Марланның аяғына шынжырмен байлады. Бұл оның зауыттағы соңғы өнімі еді. Карьердің жиегінде тұрып, Бауыржан айналаға көз салды. Көкжиектен таңның алғашқы бозғылт сәулесі қылаң бере бастапты. Қала әлі ұйқыда. Ешкім де дәл қазір ардақты ұстаздың жоғалып бара жатқанын сезбейді. Бауыржан көліктің артқы терезесіндегі баяғы қызыл шайтанға қарады. Ол әлі де тербеліп, мысқылдап тұрғандай. Бауыржан қолын созып, ойыншықты жұлып алды да, оны аяғымен басып, лайға илеп тастады. Қараңғылыққа қайтуы тиіс деді ол сыбырлап. Ол көліктің тежегішін босатып, оны итере берді. Сарғыш Волга ауыр қозғалып, карьердің шетіне жетті де, бір сәт тепе-теңдік сақтап тұрып қалды. Сосын, ол төменге қарай құлдилады. Судың қатты соққысы, шашыраған толқындар және көліктің ішіне лап қойған мұздай су. Бірнеше секундтан кейін су бетінде тек ауа көпіршіктері мен майдың жұқа қабаты ғана қалды. Көлік Марланмен бірге түпсіз тереңдікке еніп кетті. Бауыржан карьер жиегінде ұзақ тұрды. Ол өзінің де осы сумен бірге кеткенін қалағандай еді. Бірақ оның әлі бір шаруасы қалды. Ол зауытқа қайта оралып, жертөледегі барлық іздерді, қанды, шынжырларды, тіпті өзі ішкен судың стаканын да мұқият жинап, жойып жіберді. Ол зауыттың пешіне Марланның пальтосы мен құндыз бөркін тастап, өртеп жіберді. Таңғы сағат 6-да Бауыржан Соколов ескі зауыттың аумағынан жаяу шықты. Оның үсті басы күйе мен шаң, бірақ жанары тыныш еді. Ол енді қорықпайды. Ол енді ештеңе күтпейді. Ол жай ғана үйіне, өлілер мекеніне айналған пәтеріне қарай бет алды. Марлан Ермековтің жоғалып кетуі Железногорск үшін нағыз бомба жарылғандай әсер етті. Қалалық мәдениет сарайының алтын діңгегі, облыстық газеттердің тұрақты кейіпкері және жүздеген баланың сүйікті ұстазы сейсенбі күні кешкісін үйіне оралмады. Оның үстіне мемлекеттік маңызы бар сарғыш Волгасымен бірге жоқ болды. Бауыржан зауытқа жұмысқа қайта оралды. Ол бұрынғыдан да үнсіз, бұрынғыдан да тұйық бола түсті. Оның жүзіндегі суық сабырлықты көрген адам, ол іштей жанып кеткен деп ойлар еді. Бірақ ол әрбір қимылын, әрбір сөзін бақылап жүрді. Ол өзінің шеберлігіне сенімді еді. Карьер терең, іздер жойылған, куәгерлер жоқ. Арада 3 күн өткенде, зауыттың бақылау өткізу пунктіне таныс көкшіл УАЗик келіп тоқтады. Одан майор Оспанов түсті. Оның жүзі бұрынғыдан да шаршаңқы, көздерінің асты ісініп кеткен. Ол бірден фрезалық цехқа, Бауыржанның станогына қарай бет алды.
Жұмыс қалай, Бауыржан? Деді Оспанов, станоктың ащы дыбысын басып айғайлап. Бауыржан станокты сөндірді. Цех ішіндегі кенеттен орнаған үнсіздік құлақты жарып жібере жаздады. Жұмыс істеп жатырмыз, жолдас майор. Жоспарды орындау керек. Сіздерде не жаңалық? Қызымның ісі бойынша бама. Оспанов Бауыржанның көзіне тесіле қарады. Ол тәжірибелі тергеуші еді, және адамның жанарындағы өзгерісті бірден сезетін. Ол Бауыржанның көзінен бұрынғы шарасыздық пен мұңды көрмеді. Оның орнына онда бір түсініксіз, тіпті қорқынышты тыныштық орнаған. Жоқ, Бауыржан. Қызыңның ісі әлі архивте. Мен басқа шаруамен келдім. Марлан Ермековті танисың ба? Мәдениет сарайынан. Естігенмін. Газеттен көрдім. Не болыпты? Жоғалып кетті. Көлігімен бірге. Бір қызығы, ол жоғалған түнде біреулер ескі кірпіш зауытының маңынан сарғыш Волгаға ұқсас машинаны көргенін айтады. Сен ол жақты жақсы білесің ғой. Саяжайың сол маңда емес пе еді? Бауыржанның жүрегі бір сәт соғуын тоқтатқандай болды, бірақ ол бетінің бірде-бір бұлшық етін қимылдатпады. Ол майор Оспановтың бұл сұрақты жайдан жай қоймағанын түсінді. Ол жақта қазір ешкім жүрмейді, майор. Тек бұралқы иттер мен жел ғана. Ермеков сияқты зиялы адамның ол жерде несі бар? Мүмкін, ол өз еркімен кеткен болар. Волгасымен бірге шетелге қашып кетпеді ме екен? Бауыржанның дауысында жеңіл ғана кекесін байқалды. Оспанов үнсіз қалды. Ол қалтасынан темекі шығарып, тұтатты да, цехтың төбесіне қарап тұрып. Білесің бе, Бауыржан, маған бір нәрсе тыныштық бермей тұр. Марлан жоғалғаннан кейін оның гаражын тексердік. Онда бәрі керемет таза. Бірақ біз тоңазытқыштың артынан бір кішкентай затты тауып алдық. Ласқа батқан, бірақ қызыл түсті матаның қиындысы. Ол саған ештеңені еске түсірмей ме? Бұл сәтте цехтағы ауа мұздап кеткендей болды. Бауыржан Оспановтың қолындағы қызыл бантиктің қиындысын көргенде, оның ішіндегі аңшы ояна бастады. Оспанов бәрін білмесе де, бірдеңені сезіп тұр. Және ол глухар істердің бірінен соң бірі пайда болғанын кездейсоқтық деп санамайтын еді. Майор, деді Бауыржан дауысын төмендетіп. Сіз маған қызымды тауып бере алмадыңыз. Енді жоғалған маньякты іздеп жүрсіз бе? Оспанов темекісін жерге тастап, етігімен басып жаншыды. Мен маньякты іздеп жүрген жоқпын, Бауыржан. Мен заңды іздеп жүрмін. Тіпті ол заң қылмыскерді қорғаса да. Сақ бол. Кек, ол 200-ді қылыш. Онымен біреуді ұрсаң, өзіңді де жаралайсың. Майор Оспанов бұрылып, цехтан шығып кетті. Бауыржан оның артынан қарап тұрып, қолын жұдырыққа түйді. Ойын әлі аяқталмапты. Енді ол тек қана өткеннің аруақтарымен емес, тірілердің заңымен де күресуі керек еді. Майор Оспанов кеткеннен кейін цех іші Бауыржан үшін тар болып кеткендей сезілді. Станоктардың гүрілі енді оның жүйкесіне тие бастады. Майордың қолындағы қызыл матаның қиындысы, бұл жай ғана айғақ емес, бұл соңына түскен аңшының ескертуі. Оспанов бәрін біледі немесе бәрін сезіп отыр деп ойлады Бауыржан. Сол күні кешкісін қаланы қалың тұман басты. Бұл тұман Бауыржанға жамылғы іспеттеседі. Ол зауыттан шыға салысымен үйіне бармай, бірден ескі кірпіш зауыты мен карьер жаққа бет алды. Оның жүрегінде мазасыздық орнаған. Егер су бетіне бірдеңе қалқып шықса ше? Егер Марланның көлігін біреу байқап қалса ше? Карьерге жеткенде айнала өлі тыныштық құшағында еді. Тек жағадағы қамыс қана желмен сықырлайды. Бауыржан су жиегіне жақындап қалта шамын жақты. Жарық сәулесі қарауытқан су бетін тіліп өтті. Кенет оның көзі судың жиегінде жатқан бір нәрсеге түсті. Бұл баяғы сарғыш Волганың артқы терезесінде тұрған, Бауыржан жұлып алып, лайға таптаған қызыл шайтан ойыншығы еді. Ол судың ағысымен жағаға шығып қалыпты. Бауыржан оны қолына алғанда ойыншықтың моншақ көздері ай жарығымен шағылысып, оған мысқылмен қарап тұрғандай көрінді. Бұл ойыншық Марланның оған жіберген соңғы сәлемі сияқты еді. Әлі осында екенсің ғой, деп күбірледі Бауыржан. Ол ойыншықты қалтасына салып, карьердің ар жағындағы төбешікке көз салды.
Сол сәтте төбешіктің арғы жағынан көліктің жарығы көрінді. Бауыржан дереу жерге жата қалды. Бұл қарапайым көлік емес, милицияның УАЗигі. Көліктен екі адам түсті. Бірі майор Оспанов, екіншісі жас сержант. Оспанов қолына қуатты фонар алып, карьердің жиегін мұқият тексере бастады. Осы жерде, деді Оспановтың дауысы түн ішінде анық естіліп. Дөңгелектің іздері осы жерде үзілген. Ол аспанға ұшып кетпеген шығар. Ол осы судың астында. Бауыржан демін ішіне тартып қозғалмай жатты. Оның жүрегі кеудесін соққылап жатты. Егер олар қазір сүңгуірлерді шақыртса, бәрі бітеді. Марланның денесі, оның қиналып өлгенінің іздері, бәрі Бауыржанның мойнына кесілген үкім болады. Ертең водолаздарды, сүңгуірлерді шақыртамыз ба, жолдас майор? Деп сұрады сержант. Жоқ, деді Оспанов ұзақ үнсіздіктен кейін. Әлі ерте. Егер біз қателессек, бүкіл қалаға масқара боламыз. Әуелі Соколовты тағы бір бақылайық. Ол өзін тым тыныш ұстап жүр. Тіпті тым идеалды тыныш. Оспанов пен сержант көлікке отырып кетіп қалды. Бауыржан жерден тұрып, үстіндегі лайды қақты. Ол қазір ғана қыл үстінде тұрғанын түсінді. Енді ол тек кек алушы емес, ол қашқын. Бірақ ол қашпайды. Ол бұл істі аяғына дейін жеткізіп, өзін құртқан жүйенің алдында соңғы рет басын тік ұстап тұруы керек. Бауыржан қалаға жаяу қайтып келе жатып, қалтасындағы қызыл шайтанды қатты қысты. Оның санасында жаңа жоспар пісіп жетілді. Егер заң оны соңына дейін қуса, ол заңның өзін адастыруы керек. Ертесіне зауыт цехындағы ауа бұрынғыдан да ауырлап кеткендей сезілді. Бауыржан станогының жанында тұрса да, оның құлағы әрбір ашылған есіктің шиқылын, әрбір бейтаныс дауысты аңдумен болды. Ол Оспановтың водолаздарды шақыртпаймын деген сөзіне сенген жоқ. Тәжірибелі қасқырдың өз құрбанын орға жығар алдындағы айлас екенін жақсы түсінді. Түскі үзіліс кезінде Бауыржан зауыт асханасына бармай, цехтың сыртындағы көлеңкелі бұрышта жалғыз отырғанда, жанына майор Оспанов ақырын келіп жайғасты. Бұл жол ол формасыз, үстіне қарапайым плащ киіпті. Темекің бар ма? Деп сұрады майор, дауысынан шаршаңқылық есіп. Бауыржан үнсіз беломорканал қорабын ұсынды. Екеуі де үнсіз тұтатты. Көкшіл түтін салқын ауада баяу қалқып бара жатты. Білесің бе, Бауыржан, деді Оспанов көкжиекке қарап. Мен 20 жыл милицияда істеп көп нәрсені көрдім. Бірақ маған ең ауыры, заңды жақсы білетін қылмыскер емес, әділдікті өз қолымен орнатқысы келген адал адаммен кездесу. Себебі ондай адамды тоқтату мүмкін емес. Бауыржан темекінің күлін қағып, суық жымиды. Сіздің әділдігіңіз қағаз бен мөр, жолдас майор. Ал менің әділдігім топырақтың астында жатыр. Олардың арасындағы айырмашылық тым үлкен. Рас, деп келісті Оспанов. Бірақ сен бір нәрсені ескермедің. Сен Марланды жойғанмен оның қалдырған қараңғылығынан құтыла алмадың. Ол сені өзімен бірге алып кетті. Сенің қазіргі жанарың оның жанарының айнасы іспеттес. Бұл сөздер Бауыржанның жүрегіне оқтай қадалды. Ол түнде карьер жиегінде тапқан қызыл шайтанды қалтасында қысып тұр еді. Ол Оспановтың бұл әңгімені жайдан жай айтып отырмағанын, оны психологиялық тұрғыдан сындырғысы келетінін ұқты. Марлан Ермеков туралы жаңа деректер шықты, деді Оспанов кенеттен дауысын төмендетіп. Біз оның пәтерінен құпия күнделік таптық. Ол жақта сенің қызың ғана емес, соңғы 5 жылда жоғалған тағы 4 баланың есімі жазылған. Ол нағыз хайуан болған, Бауыржан. Егер ол тірі болса, оны ату жазасына кесер еді. Бауыржанның жұдырығы түйіліп, саусақтарының буындары ағарып кетті. 4 бала. Айзере соңғысы болмауы да мүмкін еді, егер ол мақұлықты тоқтатпағанда. Ендеше неге оны іздеп жүрсіз? Ол жоғалса, қала тазарды емес пе? Деді Бауыржан тістеніп. Себебі мен заңның құлымын, деді Оспанов орнынан тұрып. Және мен сенің карьерге барып жүргеніңді білемін. Саған бір кеңес берейін. Су бәрін жасырады деп ойлама. Су ақиқатты ерте ме кеш пе бетіне қалқытып шығаратын жалғыз куәгер. Сау бол, Соколов. Оспанов кеткеннен кейін Бауыржанның денесін суық тер басты.
Майор оны ашық түрде аңдуда екенін көрсетті. Енді карьерге бару өзіне өзі қол жұмсаумен тең. Бірақ ол жерде қалған іздерді, су бетіне шығуы мүмкін майдақтарын немесе марланның жеңіл заттарын жою керек. Бауыржан сол сәтте түсінді. Оспанов оны тұзаққа түсіру үшін әдейі еркіне жіберген. Егер Бауыржан қазір жүйкесі сыр беріп, іздерін жасыруға жүгірсе, ол өзін-өзі ұстап береді. Ал егер отыра берсе, су ақиқатты бәрібір әшкерелейді. Бауыржан станогына қайта оралып темірді иге бастады. Ол енді соңғы, ең қауіпті жүрісті жасауы керек еді. Бауыржанның санасында үлкен шайқас басталды. Оспановтың сөздері жай ғана қорқыту емес, ол тәжірибелі тергеушінің құрған психологиялық қақпаны еді. Су ақиқатты қалқытып шығарады деген сөз оның құлағында толассыз жаңғырып тұрды. Ол марланның көлігін батырғанда бәрін есептедім деп ойлаған. Карьердің тереңдігі, көліктің салмағы, шын жырлар. Бірақ ол табиғат заңын ескермеген еді. Көктем жақындап, мұз астындағы су ағыстары өзгерсе, немесе көліктің жанармай бағы шіріп, май сыртқа шықса ше. Сол түні Бауыржан тағы да ұйықтай алмады. Ол Айзеренің бөлмесіне кіріп, қызының сөресінде тұрған нота дәптеріне қолын тигізді. Мен бәрін сен үшін істедім, ботам. Бірақ енді олар менің соңыма түсті деп сыбырлады ол. Оның бойында бұрынғыдай қорқыныш жоқ еді, тек бастаған ісін мінсіз аяқтауға деген шебердің жауапкершілігі ғана қалды. Сағат түнгі 2-де Бауыржан ескі гаражына барып, зауыттан жасырын алып шыққан ұзын болат арқан мен ауыр темір ілмекті алды. Оның жоспары карьерге барып, су түбіндегі көліктің орнын ауыстыру, немесе оның үстіне ауыр тастарды үйіп, мәңгілікке көміп тастау еді. Ол Оспановтың өзін аңдып отырғанын білді, бірақ бұл оның соңғы мүмкіндігі. Қараңғы жолмен карьерге жақындағанда айнала тым тыныш көрінді. Бауыржан көлігін 1 шақырым жерге қалдырып, жаяу келді. Карьер жиегінде тұрып, ол су бетіне үңілді. Кенет оның көзі су бетіндегі әлсіз жылтырға түсті. Бұл жанармайдың майлы дағы еді. Майор Оспанов ақиқатты айтқан екен. Волга өз сырын сыртқа шығара бастапты. Бауыржан ілмекті суға тастап, түбіндегі темірді қармай бастағанда, кенеттен карьердің жан-жағынан қуатты прожекторлардың жарығы лап етті. Түн түнегі бір сәтте күндізгідей жап-жарық болып кетті. Тоқта, Соколов. Қолыңды көтер. Майор Оспановтың дауысы мегафоннан гүр етіп шықты. Бауыржан көзін көлегейлеп, жарыққа қарады. Карьердің жиегінде ондаған милиция қызметкерлері мен қарулы сарбаздар тұрды. Оспанов алға шығып, Бауыржанға жақындады. Оның жүзінде жеңіс қуаныш емес, терең өкініш бар еді. Мен саған ескерттім, Бауыржан, деді майор, дауысы суық шығып. Сен бүгін өзіңе үкім кестің. Біз сені кешеден бері осы жерде күтіп отырмыз. Судың бетіндегі майдағын біз өзіміз әдейі жасадық, сенің келетініңді білдік. Бауыржан қолындағы арқанды жерге тастады. Ол қарсыласпады. Оның жүзінде таңқаларлық бір тыныштық орнады. Ол қалтасынан баяғы қызыл шайтанды шығарып, Оспановқа ұсынды. Бұл Марланның сәлемі, деді Бауыржан суық жымиып. Сіз заңды таптыңыз, майор. Ал мен әділдікті таптым. Енді екеумізде өз борышымызды өтеді. Оспанов ойыншықты алып, оған жиіркене қарады. Сүңгуірлер қазір түседі, Бауыржан. Егер біз ол жерден Марланды тапсақ, саған ату жазасы беріледі. Сен соған дайынсың ба? Бауыржан карьердің түпсіз қара суына соңғы рет қарап. Мен Айзере кеткен күні ақ өліп қалғанмын, майор. Мені тек физикалық тұрғыдан ғана тоқтата алады, деді. Милиционерлер Бауыржанның қолына кісен салып, көлікке қарай әкетіп бара жатқанда, ол аспандағы жымыңдаған жұлдыздарға қарап, өмірінде алғаш рет жеңілдеп қалғанын сезді. Кек қайтты, құбыжық жойылды, ал оның өз тағдыры енді маңызды емес еді. Тергеу изоляторының су қабырғалары Бауыржан үшін зауыттың цехынан да, карьердің жиегінен де тыныш көрінді. Оның аяқ қолындағы кісеннің сыңғыры, оның осы дүниемен соңғы байланысы іспеттес. Оны ерекше қауіпті қылмыскер ретінде жалғыз аяқты камераға жапты. Бірақ Бауыржанның ішінде ешқандай үрей болмады. Керісінше, ол өз миссиясын орындаған адамның ауыр, бірақ қанағаттанған сезімінде. 2 күннен кейін темір есік сартылдап ашылып, камераға майор Оспанов кірді.
Бұл жолы ол өте салмақты, тіпті есеңгіреп қалғандай көрінді. Ол үстелдің үстіне бір бума суреттер мен қағаздарды тастады. Водолаздар жұмысын аяқтады, деді Оспанов дауысы дірілдеп. Біз көлікті шығардық. Марланның денесі. Оның қалай өлгенін көрген сарапшылардың өздері жағасын ұстап отыр. Бауыржан, сен оны жай ғана өлтірмепсің. Сен оны тірідей тамұққа жіберіпсің. Бауыржан үнсіз қалды. Оның көз алдына зауыттағы сол бір түн келді. Бірақ мен саған басқа нәрсені айтуға келдім, деп жалғастырды майор, бір суретті Бауыржанның алдына итеріп. Біз көліктің багажнигінен жасырын қуыс таптық. Онда Марланның олжаларынан бөлек тағы бір нәрсе болды. Ол оның күнделігінің 2-ші бөлімі. Онда Марлан өзінің жалғыз емес екенін жазыпты. Оның пікірлестері бар екен. Қалалық атқару комитетінде, тіпті біздің басқармада. Бауыржан басын көтеріп, Оспановтың көзіне тік қарады. Сонда, мен тек бір басын ғана шапқанмын ба? Айдаһар әлі тірі ме? Иә, деді Оспанов күрсініп. Бірақ сен Марланды жою арқылы үлкен бір жіптің ұшын шығардың. Енді бүкіл республика бойынша тексеру басталды. Сенің ісіңді жоғары жақ саяси астарлы деп танығысы келеді. Олар сені кеңестік қоғамның үлгілі азаматын өлтірген қылмыскер ретінде көрсетіп, тезірек ату жазасына кесіп, бұл істі жауып тастағысы келеді. Себебі ары қарай қазбаласа, көптеген лауазымды тұлғалардың басы кетейін деп тұр. Майор Оспанов ақырын еңкейіп, Бауыржанның құлағына сыбырлады. Бірақ мен бұған жол бермеймін. Мен заңның адамымын, дедім ғой. Сенің жасағаның қылмыс, бірақ оның себебі біздің қауқарсыздығымыз. Мен саған ең мықты адвокатты таптым. Және мен Марланның күнделігін тергеуден жасырып, көшірмесін Мәскеуге, орталық комитетке жібердім. Енді бұл істі ешкім жылы жауып қоя алмайды. Бауыржан алғаш рет Оспановтың жанарынан достық пен құрметтің ұшқынын көрді. Неге мұны істеп жатырсыз? Деп сұрады Бауыржан. Мен бәрібір адам өлтірушімін ғой. Себебі менің де қызым бар, Бауыржан, деді Оспанов орнынан тұрып. Және мен сенің орныңда болсам, дәл осылай істер ме едім, жоқ па, оны Құдай біледі. Бірақ мен сенің үкіміңді заңды түрде жеңілдетуге тырысамын. Дегенмен дайын бол. Алда үлкен сот күтіп тұр. Майор камерадан шығып бара жатып, соңғы рет бұрылды. Айзеренің анасы, Айгүл. Ол бүгін келді. Ол саған кешірім айтты. Ол сенің не үшін кеткеніңді енді түсінді. Есік сарт етіп жабылды. Бауыржан қараңғы камерада жалғыз қалды. Оның жанарынан алғаш рет жас тамды. Ол енді тек өз үшін емес, бүкіл қаланың қауіпсіздігі үшін соғыс бастағанын сезді. Түрме торы оның денесін қамағанымен, оның рухы Айзеренің бантигін ұстап, биікке самғап бара жатқандай еді. 1983 жылдың ерте көктемі. Железногорск қалалық сотының ғимараты ерекше күзетке алынды. Ресми түрде бұл қатардағы кісі өлтіру оқиғасы ретінде сипатталғанымен, қала ішінде әке кегі туралы аңыз тарап кеткен еді. Сот залына тек санаулы адамдар, партия өкілдері мен куәгерлер ғана жіберілді. Бауыржан темір тордың артында отырды. Ол бір қыста тым қартайып кеткендей. Самайына ақ кіріп, жүзінде терең әжімдер пайда болған. Бірақ жанарындағы сол баяғы болаттай беріктік әлі де мұздай суық еді. Мемлекеттік айыптаушы Марлан Ермековтің қоғам алдындағы еңбегін алға тартып, Бауыржанды кеңестік азаматқа жат жауыздықпен кісі өлтіруші деп атады. Ол Марланның денесіндегі жарақаттарды сипаттағанда, залдағы әйелдердің бірі иесінен танып қала жаздады. Прокурор ең жоғары жаза, ату жазасын сұрады. Алайда майор Оспанов тапқан адвокат Мәскеуден келген тәжірибелі заңгер еді. Ол орнынан тұрғанда зал жым-жырт болды. Біз кімді соттап жатырмыз? Деді ол нық дауыспен. Қызының өлімінен кейін мемлекеті қорғамаған, заңы сатқан, үміті үзілген әкені ме? Әлде біздің қоғамның іріңдеп кеткен жарасын ба? Менің қолымда Марлан Ермековтің құпия күнделігі мен тергеудің жасырын материалдары бар. Бұл істе Бауыржан Соколов қылмыскер емес, ол санитар. Ол қаланы заң орындай алмаған тазарту жұмысынан құтқарды. Адвокат Марланның жертөлесінен табылған заттарды, басқа да жоғалған балалардың тізімін жария еткенде, залдағы атмосфера бірден өзгерді.
Тіпті күзетші сарбаздардың өздері Бауыржанға аяушылықпен қарай бастады. Соттың соңғы күні судья Бауыржанға ақырғы сөзін берді. Бауыржан орнынан баяу тұрды. Ол залдағы адамдарға емес, терезеден көрінген көктемгі аспанға қарап сөйледі. Мен заңды бұзғанымды білемін. Бірақ менің басқа заңым болмады. Менің қызым жер астында жатқанда, оның қанын ішкен мақұлықтың еркін жүруі мен үшін ең үлкен қылмыс еді. Мен оны өлтіргенде ешқандай рахат сезінген жоқпын. Мен тек өз борышымды өтедім. Егер тағдыр маған сол күнді қайта берсе, мен тағы да солай істер едім. Маған үкім шығарғанда менің өмірім емес, менің қызымның ары тазаланғанын ескерсеңіздер болғаны. Судья үкім шығару үшін кеңесу бөлмесіне кеткенде, залдан ешкім қозғалмады. Сыртта, сот ғимаратының алдында жүздеген қала тұрғындары жиналды. Олар үнсіз тұрды. Бұл, Бауыржанды қолдаудың ең қуатты белгісі еді. Халық мәртебелі ұстаздың кім болғанын, және қарапайым жұмысшының не істегенін іштей сезді. 3 сағаттан кейін судья оралды. Үкім оқылды. Соколов Бауыржан Сейітұлы. Судьяның дауысы сәл дірілдеді. Көрсетілген мән-жайлар мен қылмыскердің аса қауіпті сипатын ескере отырып, сот ату жазасын 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасына ауыстыру туралы шешім қабылдады. Жазасын қатаң режимдегі колонияда өтесін. Зал іші гу ете қалды. 15 жыл бұл КСРО заңында кісі өлтіру үшін берілетін ең жеңіл жазалардың бірі еді. Бауыржанның басы төмен түсті. Ол аман қалды. Бірақ бұл жеңіс емес, бұл оның жаңа, ұзақ азапты жолының бастауы еді. Оны залдан алып шығып бара жатқанда, ол сонадайдан Айгүлді көрді. Оның жанарында жас пен бірге үміт оты жылтырап тұрды. Бауыржан қатаң режимдегі лагерге аттанды. Оның барар жері Сібірдің қақаған аяз мен Қарағайлы ормандарының арасында орналасқан Қара Бүркіт түрмесі. Бұл жер заң мен адамгершіліктен гөрі күш пен бедел билік жүргізетін қатал мекен. Лагерге келген алғашқы күннен-ақ Бауыржанның аты оның өзінен бұрын жетті. Түрме әлемінде бала өлтірушіні өз қолымен жазалаған әке туралы хабар найзағайдай тараған болатын. Қылмыс әлемінің серкелері, заңдағы ұрылар мен ескі сотталушылар оған ерекше құрметпен қарады. Тіпті ең қатал паложинецтердің өзі онымен кездескенде бастарын иіп жол беретін. Ол мұнда аңшы, охотник деген атпен танылды. Бірақ Бауыржанға бұл беделдің де, құрметтің де керегі жоқ еді. Ол лагердегі ең ауыр жұмыстарға ағаш кесуге, лесоповал сұранды. Оған физикалық азап пен тер керек еді, өйткені тек ауыр еңбек қана оның санасындағы Айзеренің соңғы бейнесін аз да болса ұмыттыратын. Ол мұздай суық баракта жатып терезеден көрінген Сібірдің жұлдыздарына қарап, Айзеремен үнсіз тілдесетін. Сен үшін, ботам. Тек сен үшін деп сыбырлайтын ол кезерген еріндерімен. Бірде лагерге жаңадан сотталушылар легі келді. Олардың арасында Марлан Ермековтің күнделігінен кейін әшкереленген желінің бір мүшесі, бұрынғы жоғары лауазымды шенеунік бар еді. Ол түрмеге түскенде де өзін менмен ұстап, ақша мен таныстарының көмегімен жақсы жағдайда болуға тырысты. Бірақ Бауыржан оның кім екенін бірден білді. Сол түні лагердің асханасының артында Бауыржан мен әлгі шенеунік бетпе-бет келді. Ол Бауыржанды танып, зәресі ұшты. Соколов. Саған не керек? Менде ақша бар, мен сені босата аламын. Деп жалына бастады ол. Бауыржан оған жақындап, оның көзіне тесіле қарады. Оның жанарында ашу жоқ еді, тек өлшеусіз суық қана бар болатын. Маған сенің ақшаң керек емес деді Бауыржан жаймен. Мен сені өлтірмеймін де. Ол үшін менің қолым тым таза. Бірақ сен осы жерде күн сайын өзің құртқан балалардың рухымен өмір сүретін боласың. Мен саған өлім емес, мәңгілік үрей сыйлаймын. Бауыржан оған қол тигізбестен бұрылып кетті. Содан кейін ол шенеунікті ешкімде ренжітпеді, бірақ бүкіл лагер оған тірі өлікке қарағандай қарады. Ол адам 3 айдан кейін өз-өзіне қол жұмсады. Бауыржан осылайша лагердің ішкі ар-ожданына айналды. Ол ешкіммен дос болмады, ешкімге сырын ашпады. Тек айына бір рет келетін Айгүлдің хаттары ғана оның жүрегіндегі соңғы жылуды сақтап тұрды. Айгүл хатында майор Оспановтың әлі де көмектесіп жүргенін, қаланың біртіндеп тазарып жатқанын жазатын. Жылдар жылжып өте берді.
Бауыржанның шашы аппақ болып қуарды, қолдары жұмыстан жарылып, темірдей қатып кетті. Бірақ ол бір нәрсені анық білді. Оның жасаған ісі босқа кеткен жоқ. Ол бір құбыжықты жою арқылы мыңдаған періштенің өмірін сақтап қалған еді. Арада 15 жыл өтті. 1998 жылдың күзі. Темір қақпаның ауыр сықыры Бауыржанның құлағына соңғы рет естілді. Ол бостандыққа шықты. Бірақ ол шыққан әлем мүлдем басқа еді. Кеңес одағы келмеске кеткен, адамдардың киімі мен көзқарасы өзгерген, тіпті ауаның иісі де бөтен. Оның қолында тек ескі былғары сөмкесі мен Айгүлдің соңғы хаты ғана бар. Бауыржан Железногорскіге, өзінің туған қаласына оралды. Қаланың аты өзгерген, көшелерде жарнамалар жарқырайды. Ол баяғы музыка мектебінің қасынан өтті. Қабырғасы мүжілген мектептің терезесінен пианиноның үні естіледі, дәл Айзере ойнайтын баяғы қарапайым гаммалар. Бауыржан бір сәт тоқтап көзін жұмды. Музыка оның жүрегіндегі ескі жараны тырнап өткендей болды, бірақ бұл жолы ол ауыртпады, тек сағыныштың жылы лебін сездірді. Ол зират басына келді. Айзеренің қабірінің қасында жаңа ғана үйілген топырақ жатыр еді. Айгүл оны күте алмады, Бауыржан бостандыққа шығардан бір жыл бұрын ол да мәңгілік мекеніне аттанған. Бауыржан екі қабірдің ортасына тізерлеп отырды. Ол жыламады. Оның көз жасы 15 жыл бұрын таусылған еді. Ол тек қалтасынан баяғы, бояуы оңып кеткен қызыл бантикті шығарды, бұл оның түрмедегі жалғыз бойтұмары болатын. Мен келдім деп сыбырлады ол. Енді бәрі тыныш. Енді біз біргеміз. Кенет Бауыржанның иығына біреудің қолы тиді. Ол бұрылып қараса алдында ақ шашты, бірақ әлі де тік жүретін, қарт майор Оспанов тұр еді. Оспанов отставкаға кеткеніне көп болған, бірақ Бауыржанның қайтатынын біліп, оны осы жерден күтуді жөн көрген. Келдің бе, аңшы? Деді Оспанов жаймен. Мен саған бір нәрсені көрсеткім келеді. Олар қаланың шетіндегі баяғы ескі кірпіш зауытына барды. Бірақ ол жерде енді үйінділер жоқ еді. Оның орнында үлкен, жасыл бақ егіліпті. Бақтың қақ ортасында кішкентай періште мүсіні орнатылған, ал тас белгіде жоғалған періштелердің рухына деген жазу тұрды. Сенің ісіңнен кейін бәрі өзгерді, Бауыржан, деді Оспанов баққа қарап. Марланның ісі бүкіл жүйенің іріңін ашып тастады. Жүздеген адам жазаланды, мыңдаған бала құтқарылды. Сенің тартқан азабың бекер болған жоқ. Сен бұл қаланың қараңғылықпен шайқасқан соңғы сары болдың. Сол күні кешке Бауыржан карьердің жағасына жалғыз келді. Су беті айнадай тынық. Сарғыш Волганың ізі де қалмаған, оны табиғат пен уақыт өз қойнауына мәңгілікке жұтқан. Күн батып бара жатты. Аспан Айзеренің жақсы көретін алтын қызғылт түсіне боялды. Бауыржан карьер жиегіне отырып суға қарады. Кенет су бетінде кішкене ғана толқын пайда болып, оған Айзеренің бейнесі көрінгендей болды. Ол ақ көйлек киген, шашында сол баяғы қызыл бантигі. Ол әкесіне қарап күлімдеп, қолын бұлғады да ақшам нұрына сіңіп кетті. Бауыржанның жүрегіндегі 18 жыл бойы сақталған ауыр мұз еріп сала берді. Ол терең тыныс алды. Өмір басталған жерінде аяқталды. Ол өз борышын өтеді, кегін қайтарды, ең бастысы рухына тыныштық тапты. Железногорскінің үстінен соңғы күзгі жапырақтар ұшып өтті. Қала ұйқыға кетті. Ал қаланың шетінде, карьер жиегінде жалғыз қарт адам отырды. Ол енді аңшы емес, ол жай ғана қызын шексіз сүйген әке. Оның жүзінде алғаш рет нағыз, мөлдір бақыттың нышаны байқалды. Мәңгілік күз аяқталып, оның жанына мәңгілік көктем орнады.